Құрметті көрермендер, мынау қазіргі біздің Бауырдақтағы қойдың басының дайындалу барысы. Дайындалу барысында бірінші тазалыққа мән беріп алуымыз керек та бір қойдың басының. Мәселен, үйтілген қойдың басының сыртында үйтілгеннен тыс теріде қайызғақ болады. Толық қайызғағын қырып алуымыз керек. Міне, мынандай. Көрдіңіз бе? Көздің міне жерінде мынандай көздің ойық шұңқыры болады. Бұның ішінде де мынандай таза емес нәрселер бар. Бұны бұлай ойып алып тастау керек. Сосын мына құлақтың іші таза болу керек. Не құлақты бұлай тілеміз. Мынаның іші міне тіліп, мынаның ішін бәрін жуып тазалаймыз. Мына жерін алып сайсың болды міне. Тазалық үшін ғой бұны. Жақ міне жерде міне. Мынау чық-чық дейді ғой мынадан бұлай тілеміз міне. Чық-чық дейді мынау. Жағын айырамыз, әдемілеп отырып. Жағыңды айырып жіберейін бе дейді ғой. Көкелерің. Жұтқыншақ бездері міне. Сілекей бездері міне жерде міне. Жұтқыншақ көмекейді алып тастау керек. Бұда шырышты қабат болады. Тісіңді қағып алайын ба деген. Бұған балта. Ештеменің керегі жоқ. Осындай пышақтың қырымен екі көзден бұлай қысып ұстап тұрып, екі көзінен. Қырынан. Енді келесі бірде жұтқыншақ. Мынадан су жүгіртеміз. Себебі мына кеңсірікке мына жұтқыншаққа су жүгіртпесек, мына қойдың кейбіреуінің мына мұрын қуысында құрт болады. Құйқасын, қайызғағын толық қырып кетірдік. Тісін қақтық, көмекейіне су жүгіртіп мұрыннан шығардық. Көзге пышақ жүгіртіп міне көздің мына суын ағызып жібересіз. Көзіңді ойып алайын ба, көзіңді шұқып алайын ба дегендегі. Сілекей без, жұтқыншақ бездері болады мында. Бәрін толық алып тастау керек міне. Біздің Бауырдақта осындай таза. Жақ сүйегін алып тастаймыз. Бұның еш керегі жоқ. Міне басымызды жақсылап отырып жуып алдық. Тап-таза міне. Құйқа деген тап-таза болды. Енді бұны міне қайнап тұрған суға саламыз. Қайнап тұрған суға салудағы мақсатымыз мынада сілекей болады мына жерде. Сол мынаның өзінің төлдері болады, таза емес. Соның бәрін қайнаған суға 5 минут қайнатып аламыз. Бісміллә. Міне басымыз 5-10 минут қайнады. Міне қанды көбігі шықты мынаның. Қоқыр қоқысы ішіндегі шылақ-пылақтың бәрі қайнап шығып кеткен. Міне басымызды шығарып аламыз. Мынау асудың алдында дайындық, тазалық үшін тағы да. Міне осыдан ары қарай асуға жібереміз. Енді ары қарай пісіруге жібереміз. Міне бәрін шала қайнатып тазалап алдық. Бізде тазалық бәрі ойдағыдай ойнасқан бастың тазалығына қатты мән береміз.